Рахмет Жанар, армысыздар, құрметті әріптестер, құрметті көрермен, Қазақстан Республикасы президенті жанындағы орталық коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңына қош келдіңіздер. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы продолжаем прямую трансляцию с информационной площадки службы центральных коммуникаций. Бүгінгі біздің баспасөз мәслихатының тақырыбы Казах Culture жаңа сайтының тұсаукесері. Тема пресс-конференции, презентация нового сайта Казах Culture. Еліміздің бас медиа алаңының құрметті спикерлерімен таныстыра өтейін. Эльвира Жүргенбаева, Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігінің ресми өкілі. Мерей Зейнеш, Казах Culture сайтының әзірлеушісі. Қош келдіңіздер, құрметті спикерлер. Эльвира ханым, сөзге өзіңізде. Мақпал ханым, сөз бергеніңізге рахмет. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін біз сіздермен жағымды жаңалықпен бөлісуге келіп отырмыз. Өздеріңізге мәлім, мемлекет басшымыз еліміздің мәдени мұрамызды таныту, ұлттық брендті, тарих пен мәдениетті кеңінен насихаттау туралы көп айтады. Бұл бағыттағы алдымен жұмыстың барлық жұмысты еліміздің Қазақстанның мәдениет және ақпарат министрлігінің басты міндеттерінің бірі болып табылады. Осыған орай бүгін біз мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен елімізде жаңадан бірегей Казах Culture атты ақпараттық танымдық порталының ашылуын жариялап отырмыз сіздерге. Оның жалпы басты мақсаты ұлттың тарихи санасын нығайту, мәдени мұраны кеңінен таныту, оны дәйекті жаңғырту және бүкіл әлемге насихаттау. Еліміздегі мәдени мұраның сан түрлілігін көрсететін ауқымды жоба Біріккен ұлттар ұйымының 6 тілі және қазақ және түрік тілдерімен қоса алғанда ақпарат тарататын болады. Ақпараттық порталда Қазақстанның бірегей мұрағат қорының дерегі ерекше орын алып отыр. Бұл ресурс еліміздегі тарихшыларға, зерттеушілерімізге және елдің өткенінен хабардар болғысы келетін барлық азаматтарға таптырмас ресурс болып табылады. Сайттың негізгі бөлімі бұл жаңалықтар блогы. Онда әлемдегі және еліміздегі барлық мәдениет саласына қатысты жаңалықтарды оқи алатын боласыздар. Бұл қызықты фестивальдер, жәрмеңкелер, түрлі конкурстар, кинотуындылар және жаңадан тұсаукесілген кинокартиналар жайлы ақпаратты, одан өзге отандық кинокартиналардың премьералары туралы ақпаратты, танымал және жас жазушыларымыздың және ақындарымыздың кітаптарының тұсаукесерлерінен мәлім боласыздар. Көркем көрмелер, мерейтойлық мерекелер жайлы және түрлі көлемдегі ірі жобаларымыз жайлы осы ақпараттық сайтымыздан ақпарат алуға мүмкіндік бар. Сайттың негізгі бағыты шетелдіктерге арналған атап өткім келеді, өйткені алдымен сайтты ашқан кезде бірден ағылшын тілінде шығады. Өздеріңізге белгілі, кез келген шетел азаматы алдымен бірден бір елге бару үшін оны жаңа интернет порталға салып, сол ел арқылы барлық ақпаратты танып біліп, содан кейін барып келеді. Сондықтан бұл күнге дейін осындай сапалы заманауи сайт болмаған біздің елімізде, және оны тарихи көрікті жерлер немесе басқа да мәдени іс-шаралар туралы бір сайтта шоғырланған ақпараттар сайты, порталы бізде болмаған. Яғни бұл сондай порталдың бірден бір үлгісі болып табылады. Порталда ақпараттық технологияларға ерекше мән беріліп отыр. Қазіргі таңда трендке айналған жасанды интеллект осы сайттан көруге болады. Мысалы 3D тур, мысалы бір жерде отырып келесі жердегі объектіні толығымен қарап сүзіп шығу үшін 3D тур осы сайтта бар. Яғни карта арқылы кез келген өңірді таңдап 3D тур арқылы оның мәдени мекемелерін ішін қарап шығуға болады, тарихи орындарды аралап шығуға мүмкіндік бар. Сондай-ақ чат-бот арқылы сіз кез келген ақпаратты теріп, оған сұрақ қойып, оған жауап алуға мүмкіндік бар. Портал жайлы толық детальді ақпаратты менің жанымда отырған әріптесім және сайт әзірлеуші Мерей Зейнеш айтып беретін болады. Әзірге қысқаша айтқанда жаңа сайт туралы ақпарат осындай. Сондықтан бүгін барша бұқаралық ақпарат құралдары, яғни сіздер арқылы осы сайттың осы сайт арқылы ақпараттың жан-жақты тарауына, сайт туралы мәліметті жан-жаққа тарату бойынша көмектеріңіз қажет болады. Келгендеріңізге үлкен рахмет, назарларыңызға да рахмет. Рахмет, Эльвира ханым. Сөз кезегі Мерей Зейнеш мырза, өзіңізде. Сәлеметсіздер ме? Во-первых, для нас огромная честь сделать такой важный проект, продукт для нашей страны. И хотелось бы
остановиться на нескольких таких интересных пунктах. Вот. Первый из них – это история культуры. Как мы знаем, в нынешнее время не только иностранному гостю, да и нам самим бывает трудно уделить время, чтобы изучить весь кластер, да, информации об истории нашей страны, об культуре. Вот. И благодаря помощи коллег из Национального музея мы смогли сделать такой краткий, интерактивный, анимированный экскурс-тур по нашей культуре. Он очень удобно скроллится, и любой человек 10 минут, и вы можете примерно понять, окунуться в нашу культуру и немножечко больше понять наши традиции, нашу культуру. Это относится к иностранцам, гостям, вот, и больше нас понимать, да. История охватывает от самого начала до нынешних времен. Он сделан в интерактивной, в анимированной форме, что упрощает и делает все очень интересным. Следующий раздел – это самый большой раздел «Культурное наследие». И мы старались сделать его верифицированным источником данных о культуре. Базы, здесь есть архив из Национального архива, здесь будут собраны фильмы, которые производились в Казахстане, из Казахфильма, и здесь будет собрана классика казахстанского кино, и любой человек может ознакомиться полностью со всеми фильмами. Также здесь собрана информация о театрах, обо всех культурных объектах, обо всей культуре, можно сказать, нашей страны в этом разделе. Это будет очень интересно, это будет очень юзабельно для ученых, для студентов, чтобы они могли найти важную информацию с верифицированного источника. Также Kazakh Culture является СМИ в сфере культуры. Новостной раздел теперь работает всегда. Также есть социальные сети, просим подписаться на них. Здесь будет вся верифицированная информация о культуре в нашей стране. Соцсети уже запущены, и мы начали работу. Следующий интересный пункт – это 3D-тур, когда наша страна очень большая географически, и у нас очень много интересных мест, но добраться не всегда очень легко, да. И если вы приехали издалека, вы сначала можете зайти на 3D-тур, посмотреть там несколько снимков, а то можете потом перейти, и решить для себя, вы поедете туда или как нужно одеться, как приготовиться и так далее. В будущем здесь же будет кнопка, чтобы можно будет запросить тур туда. И также эта фича очень интересна для кинематографистов, так как наша страна очень кинематографичная, есть очень хорошие места от городов апокалипсиса до пустынь, до морей и так далее. Вот. И для иностранных кинематографистов, режиссеров это будет очень удобная фича, чтобы они смогли посмотреть, ознакомиться, и в будущем они могут кликать прямо на сайте, и вся информация будет прямо придет к тем, кто ответственен за это, и они смогут легко начать работать и снимать в Казахстане. Следующий интересный раздел – это вот искусственный интеллект. Здесь он позволяет вам, любому человеку, почувствовать себя казахом. ИИ генерит, он был собран на основе более 200 тысяч изображений лиц казахских. И любой иностранец может загрузить свое лицо и представить, почувствовать себя батыром или воином, или воительницей и так далее. Это будет очень интересно, for fun, да? И теперь, так как у нас есть вся культура в одном месте, все новости культуры в одном месте, логично, что все билеты теперь могут быть в одном месте. И если вы приехали из-за рубежа или вы гость, то для вас очень важно, да, все в одном месте, чтобы было проще, никуда не переходить. И теперь все, кто посещает сайт, могут также приобрести билеты на все спектакли или подобного рода мероприятия в одном месте на сайте Kazakh Culture. Рахмет. Мәселе қоса кететін, бізде өзіміз осы сайттың ішінде барлық ерекше, мысалы барлық есімдері елге белгілі тұлғалар, мәдениет саласына еңбегі сіңірген тұлғалар жайлы барлық ақпарат болады. Бұл есімдерді тек елімізде ғана емес, шетелдіктерге таныту бұл сайттың тағы бір басты миссиясы болып табылады. Өйткені бізде, өздеріңіз білесіздер, сахна саңлақтары, мәдениет саласының майталмандары өте көп. Олар жайлы деректерін кино саласы болсын, театр саласы болсын,
жаңағы өнер саласы болсын өте көп, солардың барлығын осы сайтта жаңағы 8 тілде насихаттау бұл осы сайттың арқалаған үлкен жүгі болып отыр, және осы сайттың басты миссиясының бірі болып отыр. Сондықтан бұл да өте маңызды бөлігі деп санаймыз өзіміз. Рахмет көп-көп. Құрметті әріптестер, енді біз сұрақ-жауап бөліміне өтеміз. Бастамас бұрын регламент ережелерін ұмытпауларыңызды сұраймын. Сұрақтарыңызды тек қана бүгінгі тақырып аясында қойсаңыздар. Уважаемые коллеги, мы начинаем сессию вопрос-ответ. Пожалуйста, не забывайте о правилах регламента по теме пресс-конференции, не больше 2 вопросов. 24 КЗ Серікбол Селеубай, сұрақ жоқ. 24 КЗ Сания Көпжасарова. Жоқ. Жібек жолы Жеңіс Ермұқанов. Сұрағыңыз бар ма? Қазақстан ұлттық арнасы Аида Ахметбек. Онда Алина Аринова, журналистік зерттеу агенттігі Хакмедиа өзінің сұрақтарын жіберіпті. Какие функциональные возможности предлагает новый сайт для пользователей и какие улучшения внедрены для удобства их использования? На самом деле сейчас юзер-интерфейс пользователь, да, это самое главное, и мы максимально сделали все, чтобы упростить ваш опыт на работы на сайте. Все доступно, все легко, также есть поиск, есть даже чат-бот, который может помочь вам найти информацию. Вот, как бы, и всегда это такой продукт, который всегда улучшается, и также по отзывам ваш iOS постоянно обновляется, ну то же самое, как бы сайт постоянно будет обновляться, дополняться, фичи будут туда внедрены, чтобы сделать опыт использования сайта более интересным и упрощенным для всех. Спасибо. Каким образом новый сайт планируется использовать для продвижения и сохранения культурного наследия Казахстана и какие меры принимаются для привлечения аудитории? Как мы уже сказали, открытые социальные сети, там будет вестись работа. Также культура – это мягкая сила, и она очень хорошо транслирует нашу культуру, наш быт. И благодаря, вот как коллега уже выразилась, сказала, у нас очень много людей, которые раскрывают нашу страну за рубежом, показывают ее на мировой арене. И мы думаем, мы будем делать все, чтобы также показать их работу на нашем сайте, и чтобы Казахстан развивался. Какие планы на будущее у проекта Казах Culture и как они планируют развиваться в долгосрочной перспективе? Долгосрочно, может? Наш сайт будет дополняться различными проектами внутри проекта в социальных сетях. Также в нем самом будут внедрены коллаборации с разными рода проектами. Они уже у нас в планах. И до реализации говорить пока рано, но есть интересные очень проекты в сфере культуры и сохранения культурного наследия, самобытности нашего народа. Ага. Казахстанская правда, Асель Тимирова, пожалуйста. Ага. Ну, во-первых, я хочу поблагодарить разработчиков за такой интересный сайт. Я полагаю, что это будет способствовать развитию туризма в Казахстане. Сейчас уже коллеги задали вопрос по поводу того, да, чем он будет дополняться. Вот я тоже хотела задать вопрос, как он будет мониториться вот на предмет посещаемости, да, и его дальнейшей жизнеспособности. Қазақша или орысша? Ну, мы «Казахстанская правда», мы на русском языке печатаемся, можно на русском. У нас есть KPI, и у нас есть аналитика. Эту аналитику может видеть любой пользователь, зайдя в интернете. Вот, и мы будем постоянно следить за тем, чтобы показатели не падали, а только росли с новыми проектами, с коллаборациями. Также мы будем привлекать трафик со всех наших источников. Вот у нас соцсети есть, где все пользователи сидят, и оттуда мы будем вести трафик на сайт, делать уникальные проекты. Одна из интересных идей – это вот билеты на этом примере. Да, это будет удобно. Да, у нас как бы у народа интерес к культуре всегда есть. Это главное, это душа народа. Поэтому мы думаем, будем работать вместе с пользователем, также и с запросами, обратной связь и так далее.
Ну, то есть запрос, да, есть сейчас на интеллектуальные вот такие вот контенты. А можно еще спросить, вот сайт сейчас пока не работает, да, когда уже его запустят? В какое время его ожидать? Я просто хотела вчера прогуглить, посмотреть, чтобы задать вам вопросы на основании сегодняшней вот презентации, но ничего не нашла пока что. Когда вы его запустите? Бета-версия сайта уже запущена. Есть. Прямо сейчас в онлайн-режиме идут дополнения, тестирование и так далее. Вот, и он уже работает в бета-тестовом режиме. Он уже полностью загружен, он уже функционирует. Вы можете, сейчас вам раздадут QR-код, можете через QR-код зайти, если не нашли через поисковик, и задать все вопросы. Там 24/7 отвечают на вопросы, можете поскроллить, посмотреть. Все наши разделы, все заполнены на всех языках. Все, спасибо. Рахмет. Спасибо, Сель. Құрметті әріптестер, я, Мадина ханым, Мадина Жатканбаева, «Четвертая власть». Сіздер айтып отырсыздар ғой, енді осы мәдениетімізді басқа шетелдерге көрсетпекшісіздер, осы сайт арқылы. Енді бұл жерге жұмыс жасайтын журналистердің жалақылары қандай, сол туралы кішкене ашып айтсаңыздар. Содан кейін қанша қаражат бұған құйылып жатыр, содан кейін бұның дамуы қалай болмақ, көрермендердің саны қанша болмақ, қаншалықты бұл сайтты біздің Қазақстанның мәдениетін қаншалықты дамыта аламыз осы сайт арқылы. Мадина ханым, сұрағыңызға рахмет. Ең алдымен қаражат жайлы жауап беретін болсам, бұл сайт толығымен 100% демеушілердің арқасында ашылып отыр. Демеушінің есімін атауға да болады, ол Дастан Ибрагимов. Осы сайтқа қолдау көрсеткен кәсіпкер, өте үлкен алғысымызды айтқымыз келеді. Ары қарай сайт жеке өзі дара жаңағы жұмыс жасайды. Бұл жердегі журналистердің жалақысы сайт әзірлеушілерінің айтуынша нарықтағы журналистердің жалақысымен төмен, көп болмаса төмен емес, өзі енді толық қазір жауап берер. Және бұл сайттың өміршеңдігін айтатын болсақ, әрине өзіңіздеріңіз байқап жатсыз, жыл өткен сайын елімізде тарихқа, мәдениетке, өзіміздің түпкі жаңағы арғы тегімізге деген қызығушылық қазақ халқында, жалпы қазақстандықтарда өте өсіп жатыр, байқалып жатсыз, динамика бар. Сондықтан бұл сайтқа деген қазірдің өзінде қызығушылық өте көп, кіріп жатқан, өзінің пікірін қалдырып жатқан азаматтар легі аз емес. Сондықтан алдағы уақытта өмірі өте ұзақ болады деген ойдамыз. Барынша бұл сайт тек қана жаңалықтармен және немесе тарихи жерлермен шектеліп қалып жатқан жоқ. Өзіңіз білесіз, ол тарихшылар, зерттеушілер, студенттерге де арналған бөлімдер бар. Және театрдағы қойылымдар, билетті осы сайт арқылы алу сияқты өте көп функционалы бар. Сол функционалы арқылы сайт көп салалы портал деп атауға болады. Онлайн портал тек қана ақпараттық сайт қана емес. Сондықтан бұл сайтқа деген біздің жоспарымыз, біздің жаңағы артып отырған үмітіміз өте үлкен. Оны ақтайды деген өзіміз сенімдеміз. Барынша сол үшін жұмыс жасауға тырысып жатырмыз. Енді қосымша айта кетсек. Қосымша по зарплате сотрудников. Зарплаты в среднем у нас от 250-300 тысяч до 600 тысяч, смотря по задачам, ну и по должности. Задача деп айтып кеттіңіз ғой, енді бұл жерде қазір өздеріңіз айтып отырсыз, жаңағы зерттеу жұмыстарын көрсетуге мүмкіндік болады деп. Енді сол зерттеу жұмысын жасайтын журналистердің жалақысы қанша болады? Өзіңіз зерттеу жұмысын жасап, ол мақаланы, мәтіндерді ол сайтқа шығаратын болса, ол зерттеу деген біраз уақыттар алады, оны дұрыстап шығару керек, оқырмандарға қызықты болу үшін. Журналистер жақсы жазу үшін оның 250 мың, 300 мың деген жалақы. Жоқ, журналистер туралы айтқан жоқ, мен зерттеушілерге арналған ақпараттар, бізде архив құжаттар бар ғой, мұрағаттар бар ғой, мен сол бойынша айттым. Ал зерттеу жасайтын журналистер әрине ол өз деңгейінде тиісті жалақысын алады. Бұл жерде 250-ден 600-ге дейін ол қазіргі жұмыс жасап жатқан журналистер әзірге зерттеу жұмыстарын ешқандай жасап жатқан жоқ. Біз тек архив, мұрағат құжаттарды ғана енгізумен айналысып жатырмыз. Алдағы уақытта бірақ өте жақсы идея бұл зерттеу жасайтын журналистерді тарту. Оны Мерей өзі... Аналитика жасадыңыздар ма негізі осы өздеріңіздің жоспарлап отырған сайттарыңызға байланысты? Қаншалықты, қандай деңгейде бұл шетелге көрсетілімі жақсы болуы керектігі туралы?
алдын ала шағын аналитиканы жасап шықтық. Аналитика нәтижесі бойынша біз халықтың сұранысына сай қажетті ақпараттың барлығын осы сайтқа толықтырдық. Алдағы уақытта жаңа Мерей айтып өтті, біз жаңаға аудиториямен жұмыс жасауымызды тоқтатпаймыз. Қажетті сұрақтар болса, сіздермен байланыс арқылы тиісті өзгерістер енгізуге әрдайым дайын боламыз. Рахмет, Мадина ханым. Сұрағыңызға құрметті әріптестер, залдан болады ба сұрақтар? Болмаса, құрметті спикерлер, уақыт бөліп еліміздің бас медиаларына келіп, журналистердің сұрақтарына жауап бергендеріңізге сіздерге алғыс айтамыз, жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Құрметті әріптестер, құрметті көрермен, осымен біз тікелей эфирді тәмамдаймыз. Назарларыңызға рахмет.